Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 3-ші сынып 65-ші сабақ сөз таптары тақырыбында. Өнер туралы не білемін? Бірінші жаттығу. Тақырыбын оқып, мәтін мазмұнын болжа. Мәтінді тыңда дейді. Өнер. Өнер адам баласының жасампаздығын білдіреді. Жасау, құру, өндіру деген мағынадан туындайды. Оның мақсаты адам өмірін, қоршаған ортаны көркемдік тұрғыдан игеру. Өнердің сөз өнері, музыка, мүсін, кескіндеме, би, театр, сәулет өнері дейтін түрлері бар. Қазақ мәдениеті энциклопедиялық анықтамалық. Мәтін туралы. Мәтін не туралы? Мәтін өнер түрлері туралы. Екінші, өнер және оның мақсаты туралы. Дұрыс жауап: өнер және оның мақсаты туралы. Келесі сұрақ: өнердің мақсатын сен қалай түсінесің? Сұрағы бойынша бір-біріңмен ой бөліс дейді. Менің ойымша, өнердің мақсаты адам баласының көркемдену, әсемденуі деп ойлаймын. Ал сендер қалай ойлайсыңдар балалар? Өз ойларыңмен бөлісіп кетіңдер. Екінші, көп нүктенің орнына тиісті сөз табын қойып, мәтінді оқы. Сөздер мен сөз таптарына қалай топтастырылғанын ойлап көр. Сені жан-жағыңнан заттар қоршап тұр. Сол заттардың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Заттардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздер етістік деп аталады. Заттар әр алуан белгілерге ие. Мысалы, түрі, түсі, сапасы, саны. Мұндай белгілер сын есім және сан есім арқылы айтылады. Қарамен жазылған сөздер арқылы мәтіннің мәнін түсінуге бола. Олар осы мәтіннің тірек сөздері болып тұрғанын дәлелде дейді. Бұл жердегі қарамен жазылған сөздер балалар заттар, атын, қимылын, іс-әрекетін және белгілерге деген сөздер. Бұл сөздер арқылы мәтіннің мәнін түсінуге болады. Өйткені сөз таптары заттың, атын, қимылын, іс-әрекетін, белгілерін береді, балалар. Үшінші жаттығу. Мақалды жатқа көркем жаз. Ақыл көпке жеткізеді, өнер көкке жеткізеді. Сөздердің қай сөз табына жататынын анықта. Қандай белгілеріне қарап анықтағаныңды жұбыңмен бөліс дейді. Ақыл, өнер заттың атын білдіріп, не сұрағына жауап беріп тұр. Жеткізеді, қимылды білдіріп, не істейді сұрағына жауап беріп тұр. Яғни ақыл зат есім, көпке жеткізеді, етістік. Өнер зат есім, көкке жеткізеді, етістік болып тұр. Келесі төртінші жаттығу. Әр сөз табы туралы білетініңді айт дейді. Зат есім, етістік, сын есім, сан есім. Нені білдіреді, қандай сұрақтарға жауап береді? Зат есім балалар, заттың атын білдіріп, кім, не деген сұрақтарға жауап береді. Ал етістік қимыл мен іс-әрекеттерді білдіріп, не істеді, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Ал сын есім заттың сынын, сапасын білдіріп, қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Ал сан есім заттың санын білдіріп, қанша, неше, нешеу деген сұрақтарға жауап береді екен, балалар. Келесі сұрақ. Кестені пайдаланып сөздерді сөз таптарына талда. Өнер, көркем, эстетикалық игеру, сомдайды. Өнер деген бұл зат есім. Өйткені ол заттың атын білдіреді. Не сұрағына жауап береді. Ал көркем, эстетикалық бұл сын есім. Өйткені ол заттың сынын білдіріп, қандай сұрағына жауап береді. Игеру, сомдайды. Бұл етістік. Өйткені ол заттың іс-әрекетін білдіріп, не істейді сұрағына жауап беріп тұр. Енді балалар, алдымызда тұрған осы кестені есте сақтаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды балалар. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, достарымызға таратуды ұмытпаймыз. Және тіркелмеген болсаңыз, подписация кнопкасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңдар балалар. Келесі сабақта көріскенше сау болыңдар.